Қалайсыңдар достар? Сіздер көптен болмаған FIFA болжау рубрикасын тамашалайын деп отырсыңдар. Бұл рубрикада әлемдегі ең үлкен матчтарды FIFA 19, яғни компьютерді компьютерге қарсы ойнату арқылы кімнің жеңетінін анықтаймыз. Достар, арнамызда бір ай бойы жалғасқан конкурстың жеңімпазы Мусин Диас есімді көрерменіміз атанды. Құттықтаймыз. Ол осындай сәлем видеосын түсіріп жіберіпті. Доп ойнаған Назар, рахмет. Арнаға тіркеліңіздер. Ал енді Чемпиондар лигасының финалына келетін болсақ, Мадридтегі 68 мың жанкүйерді сыйдыратын Метрополитано стадионына қош келдіңіздер. Екі команда да финалға сақадай сай. Ешбір ойыншыда жарақат жоқ. Харри Кейн мен Бобби Фирмино да матчты бірінші минуттан бастайды. Ал қазір әйгілі Чемпиондар лигасының гимніне кезек берейік. Алғашқы қауіпті сәт 13-ші минутта орын алды. Хендерсонның оң қанаттан көтеріп берген добына Мане жетпеді. 5 минуттан соң Тоттенхэмнің шабуылы Кристиан Эриксеннің жойқын соққысымен аяқталды. Алайда Алисон өз орнында. 23-ші минут Мане қарсыластарынан сытылып өтіп соққы жасады. Ал Вертонген болса нағыз қорғаушының қалай қорғану керектігін бәріне көрсетті. 32-ші минутта Салах дриблингтің арқасында қорғаушыны алдап өтіп, Хендерсонға пас жасады. Ал ол ары қарай ашық тұрған Манеге және Уго Льористің орындауы керемет сейв. Льорис сенімді ойын үлгісін көрсетуде. Бүгін Ливерпульдің оң қанаты өте жақсы ойнауда. Таймның соңына қарай Тоттенхэм есепті ашуға жақсы мүмкіндікті жіберіп алды. 44-ші минут тағы да соққыны Вертонген өз денесімен жауып үлгерді. Бірінші таймда гол соғылмады. Екі команда да қателіктерге жол бермей өте абайлап ойнап жатыр. Ал қазір Ван Дайктың командаластарына бата беріп, кубокты ұтуларын тілеп жатқанын бақылауға болады. Ливерпуль гол соғуға аз қалды. Хендерсонның соққысы бағанадан қайтты, бірақ олардың қарқыны минут санап күшеюде. Салахтың соққысы Льорис орнында. Екінші қарқынмен тағы да бір шабуыл және Мане Ливерпульді алдыға шығарды. Қуанышым бапкер Клоппен бөлісуде. Ливерпульдің мына жанкүйері еш мәз емес көрінеді. Себебі не екен? Мүмкін үйдегі үтікті өшірмеген есіне түсіп кеткен шығар. Ай. 20 минут қалды. Тоттенхэм қалай есепті теңестіреді екен. Бірақ керісінше Ливерпуль есепті ұлғайтуға жақын болды. Роберто Фирмино бәрін алдап Хендерсонға пас берді. Оның соққысын қақпашы қайтарды. Лорис өте ашулы. Тағы да бір мүмкіндік. Бұл жолы Фабиньо қисық тепті. Ол бүгінгі финалды қатты көзге түскісі келіп жүрген сияқты. Және төрешінің соңғы ысқырығы. Ливерпуль 2019 жылғы Чемпиондар лигасының жеңімпазы атанды. Әрине, FIFA-ның болжамы бойынша. Барлық Мерсисайдтық клубтың жанкүйерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Ал қазір астындағы комментке матчтың қандай есеппен аяқталатынын жазыңыздар. Егер бүгінгі финалды көретін болсаңыздар, осы видеоға лайк басыңыздар. Жеңімпаздарға келесі видеода сәлем жолдаймын. Сау болыңыздар. Well, certainly the red half of Liverpool and Merseyside will be celebrating tonight. Not so sure about the Everton fans, but even they might celebrate a little bit. Well, this is the moment I love, sharing it with the fans. The ticker tape's coming down, the families in the stand, giving them all a wave. Well, they've travelled all over Europe watching this team now.